Бүгін мен сіздерге суда блинчик жасауды үйретемін. Видеоның соңына дейін мұқият қараңыздар. Блинчиктің жақсы чуха жабыспай шығу үшін бар фишкасын айтып өтетін боламын. Толық рецепт описаниядан көрсеңіздер болады. Блинчик сумен жасалғаннан кейін жұмыртқаны жақсылап аппақ болғанша көпіртіп алу керек. Сосын барып су құю керек. Су міндетті түрде жылы немесе ыстық су болу керек. Ешқашан блинчикке мұздай су қоспаңыздар. Майды да кішкене көбірек қосасыздар, 4-5 ас қасық. Ең бастысы табаларыңыз сапалы болу керек. Бірінші блинчикті құюдан алдын бір рет табаны майлап жібереміз. Әр блинчик құйған кезде таба осындай қызып, түтіні шығып тұру керек. Сол кезде блинчиктеріңіз ажурный болып шығады. Піскен блинилардың үстіні мата дастархан немесе сүлгімен жауып қоюды ұмытпаңыздар, шеттері қатып кетуі мүмкін. Әр блини құятын кезде бір рет жақсылап араластырып, сосын барып құйыңыздар. Табаларыңыз өз сапасын жоғалтып жабысқақ болып қалған болса, маған тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта табаны қалай жабыспайтын ететін лайфхактармен бөлісетін боламын. Видео ұнаған болса лайк басып, сақтап алуды ұмытпаңыздар.